Біздің қанымыз сұйық және қозғалмалы тін. Ол ағзадағы кез келген өзгерістерге өзінің түсін және тығыздығын өзгерту арқылы әсер береді. Қанның қоюлануы, реологияның, яғни қан ақыштықтың өзгеруі. Қан қоймалжыңданып қоюланады да, ұсақ тамырлар мен капиллярлар арқылы қанның өтуі қиындайды. Осының кесірінен тін мен ағзаға қан дұрыс жетпейді. Қою қан баяу аққандықтан жасушалар оттек мен қоректік заттарды жеткіліксіз мөлшерде алады. Сонымен қатар жасушадан шлак пен токсиннің шығу процесі де бұзылады. Қанның қоймалжың болуының себебі көп. Негізінен басқа да аурулар сияқты зиянды өмір салтының кесірінен қан қоюланады. Қанның қоюлануының 3 негізгі себебін атап өтуге болады. Ауыз суды жеткіліксіз мөлшерде ішу, дұрыс тамақтанбау және аз қозғалатын өмір салты. Қанның қоймалжың болуы жасуша элементі мен плазманың арақатынасына, яғни қанның сұйық бөлігіне негізделген. Екіншіден, қанның қоюлануы мен плазманың консистенциясына, оның құрамындағы ақуыз, липид, глюкозаға байланысты. Суды жеткіліксіз мөлшерде ішсеңіз, қан қоюланады. Таза ешқандай қоспасыз су ішу керек. Кофе, шай, сорпа ағзадағы су жетіспеушілігінің орнын толтырмайды. Ал тәтті сусындар тіндерді құрғатып жіберуде мүмкін. Қант сусында да, тағамда да болады. Оны тұтынуды доғару керек. Көптеген өнімдердің массасында қанттың жасырын түрде болатынын ескеру керек. Сондықтан әрбір тұтынған өнімдердің құрамына жіті назар аударып, композициядағы әртүрлі сироптарға назар аударып отырып, жапсырмаларды мұқият оқып шығу керек. Себебі қанттың әсерінен қандағы глюкоза деңгейі жоғарылайды және липидті қосылыстардың өндірісі артады. Майлы, етті өнімдермен асталған, консервіленген өнімдермен және тәттілермен ұдайы тамақтану қанды қою әрі қоймалжың ете түседі. Сондықтан дұрыс тамақтану ережелерінің бірі балғын көкөніс пен жемісті көп мөлшерде тұтыну. Физикалық белсенділік пен қозғалыс тамырдағы қанды қуалайды. Қанның жылдам қозғалысы оны сұйылта түседі. Гиподинамия, яғни аз қозғалыс керісінше қан ағымын бәсеңдетеді және қан ағуды баяулатады. Салауатты өмір салтының негізгі принциптерін сақтау қанның қоюлану мәселесін айналып өтуге, сондай-ақ денсаулыққа қатысты елеулі жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Дендеріңіз сау болсын.